Сәлем достар, микрофонда Есенбек Құрбан. Кезекті видеоны жалғастырамыз. Бүгінгі видеода біз сіздермен екі өлшемді массивке элементті жою және кірістіру сабағымен танысатын боламыз. Екі өлшемді массив элементтермен жұмыс жасаған кезде алдында біз өттік қой, элементті жоюда 3 мән бар, элементті кірістіруде 3 мән бар дедіге. Append бар, extend бар, insert бар, жою үшін del бар, remove бар, pop бар еді. Тура солардың барлығын екі өлшемді массив қолдануға болады да, бірақ ол пакеттерге ғана әсер етеді. Давайте бастайық. Ең бірінші тапсырма келтірген мысалда жаңа деректерді элементі екінші индексті позицияға кірістіріледі дейді. Код берілген екен, сол кодты жазып шығайық. Бірінші A деген массивті алып алайық. И оның іші толтырылған. Біреу, екеу, 4 мәнмен біріктірілген. 11, 12, 5-те 2. Enter басып астына жаза берейік. Әдемі көріну үшін. Келесі 15-те 6-та 10. Келесі қатарда 10-да 8-де 12-де 5. 10-да 8-де 12-де 5. И 12-де 15. Осыларды бір экранға шығарып көрейік. Ол үшін біз бітетін for I in A. Естеріңізде бар болса, экранға print I деп шығарып көретін едік. F5. Окей, массив элементтерін ең басы не істей алдық? Экранға шығара алдық. Енді бізде массивті from array import дегенде жұлдызша берген, яғни импортте бүкіл массивтің ішінде не бар, соның бәрін жұлдызша all деген сөз ғой, барлығын импорттай алады arrayдің ішінен. Дальше бізге айтады A-ның insert екінші орынға, яғни бірінші орынға, екінші орынға мынау пакетті сал дейді. 0, 5, 11, 13-те 6 дейді. Бұлай қалайық, пакет салмай тұрғандағы мән, салынғандағы мәнді басқа формен көрейік. For I in A и for G in I. Осылай еді. Екінші жол бар еді, көруге арналған. G-ді экранға шығарамыз. И каждый G-ін элемент біткеннен кейін келесі I басалатын кезде арасын үземіз. Мына жерге жұлдызша берейік, чтобы екеуі бірдей болу үшін. Сонда не істейді? Мынау 0-ші пакет, бірінші пакет, екінші пакеттің орнына мына пакетті қояды. Сонда 10-ші пакет астыңғы этажға түсіп кетеді. Сонда 0, 1, 2, 3, 4 элемент болып кетеді общий. F5. Так, бұлай қылайық. Келесі мән көріну үшін арасын ашайық бір принтпен. Мұқият қарайтын болсақ, міне тұр. Бұрын бізде не болды? 11, 15, 10, 12 болған еді, екінші орынға түсті. Ал 10 деген екінші орында еді, үшінші орынға түсіп кетті. Яғни insert деген пакетпен біріктіреді ғой, яғни екі өлшемді массивте. Окей, келесі мысал берілген екен. Екі өлшемдегі массивтерді жою del әдісін пайдалана отырып, индекстің көмегімен мәндерді қайта анықтау арқылы ішкі массивті немесе ішкі массивтің кейбір нақты элементтерін жоюға болады дейді. Тура солай, просто не деді? Del деді, mylist үшінші пакетті өшір деді. Біз былай қылайық, мынау екінші орынға бір мәнді енгізіп болды ғой. И бізге мынау 18, 12-де 5 деген 3-ке түсіп кетті ғой. Біз сразу айтайық. Del A-ның үшінші мәнін өшір. Сонда мынаның орнына келіп мынау түсетті. Мынау үшіншіге түскеннен кейін бұл өшіп кетеді. Қазір қарайтын болсақ, F5, окей. 10-да 8-де 5, 12-де 5 бар еді. Оның орнына 0, 5, 11, 13 келді. Мынау астың қатарға түсіп кеткен еді. Оны del-мен есеп тастадық. Өшіріп тастадық. Окей, хорошо. Келесі 5-ке 5 матрица түрінде екі өлшемді массив берілсін. Жұп бағандағы барлық элементтерді 0-ге, тақ бағандағы индекс бойынша ма? Барлық элементтің түрінде екі өлшемді массив жұп бағандағы 0 это жұп баған, 1 это тақ баған, и так далее. Бірнеше жолмен шығарайық. Былай қылайық енді. Import random. A массив берілсін. A тең r нүкте array. From array import r деп алайық. И типті
I integer деп алайық. Енді массив элементтерін кездейсоқ санмен толтырудың мынандай бір әдісі бар ше. A тең бір жақша, одан кейін оның ішіне мынау кіреді. Random нүкте rand int 1 мен 100-дің арасындағы мәнді толтырайық. Келесі осыған айтам. For I in range n-ге дейін. N менде қанша еді? 5-ке тең еді ғой, қателеспесем. 5-ке 5 матрица. Ұзын жолда бағанда. Мынау бізде каждый I элемент толтырады, и мынау каждый G инч элемент. For G in range бұлда n-ға дейін барады. Экранға бетік. For I in A print жолдыша I и все. Қазір массив элементі кездейсоқ санмен толтырылады 5-ке 5. Import array as r. Вот міне массив элементі не істелді? Толтырылды. Енді бізге айтып жатыр, шартты оқиық. Жұп бағандағы, біз бірінші мынандай условие жазалайықшы. Каждый жұп элементтің барлығын нөлмен ауыстырайық. Но тақ элемент, жұп элемент. Жұпты көрсе 0, тақты көрсе 1-ді бер деген сияқты. Пока сонда условие жазып алайық. Оны былай қыламыз. For I in range n-ға дейін. For G in range n-ға дейін. И бітеміз. Егер A-ның айдағы G-інші мәні %2 тең болатын болса 0-ге, A-ның айдағы G-інші мәні тең болады 0-ге. Иначе A-ның айдағы G-інші мәні тең болады 1-ге. И экранға формен шығарайық. For I in A, for G in I. Бұл екінші әдіс қой, мұнау бірінші әдіс, мұнау екінші әдіс. Хотя екеу бірдей ғой. Print G өтір n-ді и экранға print береміз FPS, окей. Все, қарап көреміз. 41 еді тақпа. Так, не деп айттым мен? Жұп болатын болса 0-ді бер, айтпесе 1-ді бер. Тақ болатын болса 1, 32 мен 32 екеуіне жұп олардың орнына 0 келді, тақ келді ма 1 келді. Хорошо, бұл бірінші әдіс. Келесі әдіс, бұлай деп атыр. Жұп бағандағы именно I. Именно I. Жұп болатын болса. Онда бұлай аламыз. Тура осы аламда келесі форға айтам. Егер A-ның I элементі жұп болатын болса, A-ның I элементі G-дағы барлығын. Так, егер I, просто I жұп болатын болса, F5. Так, бітейік, мына жерге бір print бере салайын. F5, окей. Сонда, бұны да, яғни мен талдап алдым, енді не істеймін, экранға шығарып көремін. Енді код сәл ұзақтау кетті, хотя бізде мұнан сұраған жоқ еді, мен енді әдей жаза салдым, F5, окей. Вот міне 39, мұнау 0-ші қатар, жұп қатар қоя. Міне, мен айттым, что жұп қатар болатын болса 0-де, тақ қатар болатын болса 1-лет, жұп қатар болатын болса 0-де, тақ қатар болатын болса 1-лет, жұп қатар болатын болса 0-де деп айттық. Енді мұнандай бір случай бар, есептің нені сұрап тұрған уточнить етіп алу керек та. Жұп бағандағы барлық элементтерді жұп баған. Жұп, но менде баған, жол. Баған деген значит мынау ғой. Онда G болады ғой. Баған деген, егер G жұп болатын болса. Вот, міне 0,1, 0,1, 0,1. Енді ол смысл неде? Каждый элементті тексергің келсе, тексересің, немесе жолды тексергің келсе, жолмен шығарып көре беруге болады. Осымен екі өлшемді массивтен алған шағын болмайтын бір тақырып. Әрине, арман толық ашпаған. Бұл видеоларды сіздер Алматы баспасы бойынша менің YouTube-тағы каналымдағы видеолар көрсеңіздер болады. Толығырақ екі өлшемді массив сол жерде ашылған. Сіздермен бірге болған Есенбек Құрбан. Келесі видеоларда жүздескенше сау саламатта болыңыздар.